Қайырлы уақыт, құрметті әріптестер. Сіздердің назарларыңызда сабақтарыңызға ұсынылатын ең үздік 4 сергіту сәті. Сергіту сәті негізі балалардың сабаққа деген ықыласын арттыру мақсатында және эмоциясын көрсету, күрделі есептер болмаса тым күрделі тақырыптарды өту барысында, жалпы сабақтың барысында баланың көңілін бөлу үшін қолданылатын мұғалімнің әдісі. Бұл меніңше балалардың сабақ барысындағы ең сүйікті сәттерінің бірі деп ойлаймын. Сонымен кеттік. Бірінші ұсынылатын сергіту сәті бұл қимылмен қайтала. Сипаттамасы: мұғалім немесе сыныптағы бір оқушы қарапайым қимылдар жасап көрсетеді. Мысалы, қолын көтеру, секіру, айналу, тағы басқа. Қалған оқушылар оны қайталауы керек. Бірақ қимылды тездетіп немесе араластырып көрсету арқылы қызықтылықты арттыруға болады. Артықшылығы: оқушылардың қозғалыс белсенділігі артады, нұсқауды мұқият тыңдау және еліктеу қабілеті дамитын болады. Әрбір сергіту сәтіне көңілді қазақ әндер қойсаңыз, сергіту сәтіңіздің өте әдемі форматта өтетініне сенімдімін. Одан кейінгі талдайтын кезекті сергіту сәтіміз бұл бас, иық, тізе, аяқ. Сипаттамасы: мұғалім немесе көшбасшы оқушы бас, иық, тізе, аяқ деп дененің белгілі бір бөлігін көрсетеді. Қалған оқушылар осыны қайталайды, бірақ мұғалім сөз бен қимылды әдейі шатастырып басқаша көрсетеді. Қателескендер ойыннан шығады немесе жеңімпаз болып танылатын болады. Артықшылығы: зейінді шоғырландыруға және реакция жылдамдығын дамытуға көмектеседі. Сергіту кезінде ойын элементі қосылатын болады. Келесі әдіс бір сөз, бір қимыл. Сипаттамасы: мұғалім бір сөз айтады, мысалы гүл, ал оқушылар сол сөзге сай қимыл көрсету керек. Ойынға күрделі сөздер немесе тақырыпқа байланысты сөздерді енгізуге болады. Яғни бүгінгі өткен тақырыбыңызды осы сергіту сәтімен тікелей байланыстыруыңызға болады. Бұл оқушылардың командалық жұмыс істеуіне, жұптық жұмыс істеуіне тікелей әсер ететін керемет әдістердің бірі деп ойлаймын. Одан кейінгі ұсынылатын әдіс құпия қобдиша. Сипаттамасы: бір сыныпта бір құпия қобдиша болады. Сол қобдишаға оқушылар өзінің сұрақтарын немесе ойын, ұсынысын, құпиясын жазуға болады. Сабақтың соңында мұғалім сол жазбаларды оқып талдайды. Анонимді, яғни өзі жеке сыныпқа жарияламай, мұғалім сол құпия қобдишадағы жұмыстармен әрекет етсе болады. Бұл сергіту сәтінің маңыздылығы: мұғалімге сенім арту, оқушы өзінің басына болып жатқан мүмкін кейбір мәселелерді мұғалімге айта ала ма, айтып мүмкін бір шешімді шығаратын шығар. Неге осындай түрде оқушыларыңызға осы 4 сергіту сәтін ұсынып көріңіз.